Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан гүл самса немесе тюльпан самса дайындайтын боламыз. Кеттік. Алдымен комнаталық температурада тұрған сары майымыздың үстіне тұзымызды салып, үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Менде 20%. Сіздер қалауларыңыз бойынша кез келген қаймақ қоссаңыздар болады. Үстіне бір жұмыртқамызды салып, осы массамызды жақсылап араластырып біріктіреміз. Үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Қамырымызды салфанға салып, холодильникке салып қоюға болады. Тестамызды алып шығып, осындай бөліктерге бөлеміз. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Менде фарш пен асқабақ қосылған. Қамырымызды осылай жайып алып, жұқа қылып, бір жанын осылай пышақпен кесіп, ортасына салмамызды саламыз. Осылай айналдырып отырып бүктейтін боламыз. Түбін жақсылап біріктіреміз. Ішіндегі салмамыз ашылып кетпеу үшін. Осылай барлық қамырымызды жасап шығамыз. Дайын болған самсаларымызды противенға салып, үстіне жұмыртқа жағамыз. Қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен кунжут септім. Осыны 180 градуста беті қызарғанша пісіретін боламыз. Өз духовкаларыңызға байланысты. Міне бізде осындай самса шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Ас болсын.